Сәлеметсіздер ме білім алушылар. Қазір бізде сауатташу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде буын. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары. Мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету. Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Бүгінгі сабақтан білім алушыларымның сөзді, сөйлемді, мәтінді тексереді және қателерін түзетеді. Сөздің буыннан тұратынын түсінеді, сөздегі буын санын анықтайды деген нәтижені күтемін. Жарыс жүріп жатыр. Балалар көрермендердің өз командасын қолдау үшін алға сөзін бөліктерге бөліп айтып жатқандарын байқады. Сіздер сөздерді қалай айтатынымызға көңіл бөліп көрдіңіздер ме? Көрермендер дыбыстарды қалай айтып жатқандарын қарастырып көрейік. Балалар сөздерді айтқан кезде демімізді шығаратынымызды байқадыңыздар ма? Біз сөйлеген кезде ауа қарқынымен үзіліп, бөлшектеніп шығады. Осы бір қарқынмен бірнеше дыбыс шығады. Оқушы, парта, мектеп, тақта. Осы дыбыстар буынды құрайды. Буынды дауысты дыбыстар ғана жасай алады. А, ә, Е, И, О, Ү, Ү, Ә, У, О, Ү, Ә, Ю, Я. Дауыссыз дыбыстар дауысты дыбыстармен үндеседі. Буын деп сөздегі бір дауыстының я дауысты мен дауыссыздардың дауыс толқынымен бөлшектеніп айтылатын тобын атайды. Мектеп, шым. Көңіл аударыңыз. Буын қалай жасалады? Бүгін сен буынның қалай жасалатынын білесің. Сөздерді буынға бөлуді үйренесің. Қарындаш. Дауысты дыбыстарды белгіле. Неше дауысты дыбыс бар? 3. Қарындаш сөзін буынға бөліп, қалай айту керектігін тыңда. Қарындаш. Сөздің неше бөлігі бар? 3. Сөзді айту барысында бөліктерге бөлу буын деп аталатынын есте сақта. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Қарындаш сөзінде 3 дауысты дыбыс бар, сондықтан 3 буын болады. Өздеріңіз бала сөзіне қанша буын бар екендігін анықтап көріңіз. Бала. 2 дауысты дыбыс бар, сондықтан 2 буыны бар. Сен сөздерді буынға бөліп үйрендің. Балалар, сендердің денсаулықтары мықты болу үшін мынадай дәрумендері бар көкөністерді жеу керек. А, Б, С, Д, Е, К латын әліпбиінің әріптері ғана емес, дәрумендердің де атаулары. Бұл организмге аса пайдалы және қажетті заттектер. Біз оларды тағамнан аламыз. А дәруменін өсумен көру дәрумені атауға болады. Себебі, ол арқылы сен жақсы өсесің. Ал көзің тамаша көреді. Б тобы дәрумендері: Б1, Б2, Б3, Б6, Б7, Б9, Б12. Бұл мидың сүйікті дәрумендері. Олар ақылды болуға көмектеседі. Тіпті күрделі ақпаратты да есте сақтауға көмектеседі. С дәруменін күшті иммунитет дәрумені деп атауға болады. Себебі ол арқылы сен аурулардан қорғанасың.
Е дәрумені сені күшті және төзімді етеді. Д дәрумені К дәруменімен бірге сені сүйегінді мықты етеді және көптеген басқа маңызды қызметті орындайды. К дәрумені 40 қабатта, ашытылған 40 қабатта, көкте, қиярда, қызанақта, құлпынайда, ірімшікте көп кездеседі. Д дәруменін алу үшін балық, жұмыртқа, сүт, айран және басқа сүт өнімдерін тұтыну қажет. Сонымен қатар күн сәулесінде көп серуендеу қажет. Себебі Д дәрумені күн сәулесінің әсерімен теріде түзіледі. Денсаулығын зор, күшті, ақылды және сымбатты болу үшін тағам арқылы дәрумендермен қатар минералды заттектерді де алу қажет. Мысалы, темір, кальций, йод, мырыш, магний және басқаларды. Кальций сүйектің мықты болу үшін, ал тістің тішеге ұшырамай сау болу үшін қажет. Кальций сүтте, сүзбеде және басқа сүт өнімдерде көп мөлшерде кездеседі. Магний, мырыш, йод мидың жақсы жұмысы және иммунитет үшін маңызды. Сондай-ақ, йод қалқанша бездің жұмысы үшін аса маңызды. Йод теңіз балығында және басқа теңіз өнімдерінде көп мөлшерде болады. Магний қарақұмықта және басқа жармаларда, бананда, жаңғақтарда, қызанақтарда көп кездеседі. Мырыш асқабақ дәндерінде, қара жидекте, тауық етінде, үрме бұршақта және басқа бұршақ тұқымдастарда болады. Темірді алу үшін ет, жұмыртқа, жармалар, алма және басқа жемістерді жеу пайдалы. Темір арқылы организмнің әр жасушасына оттегі жеткізіледі. Осыған дейін мен атаған және көрсеткен өнімдерді пайдалы тағам деп атайды. Себебі бұл табиғи өнімдер, оларды табиғатта, бау-бақшада немесе фермада кездестіруге болады. Барлық пайдалы өнімдерде дәрумендер мен минералдар көп мөлшерде кездеседі. Балалар, сендердің айтылым дағдыларыңды қалыптастыру мақсатында бірінші тапсырманы орындаймыз. Кітаптарыңда бірінші тапсырма берілген. Суретпен жұмыс. Қыздың үстел үстіне қойған көкөністеріне қарап, қандай тағам дайындайтынын айтып көр. Келесі екінші тапсырмадағы көкөністерден қандай тағам дайындауға болады, айтып көріңіздерші. Жарайсыңдар. Көкөністерден қандай тағам дайындауға болатынын айта алдыңдар. Үшінші тапсырма жұмбақты шеш. Төртінші тапсырмада өлеңге көкөністердің атын қойып оқимыз. Бесінші тапсырмада сендердің жазылым дағдыларын қалыптастыру мақсатында сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Ендеше балалар, сабағымыздың соңында білім ағашы арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни, сабағымыздың соңында мына сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі сабақта өз мақсатыңа жеттің бе? Қандай қиын тапсырмалар болды? Сен үшін қандай тапсырма оңай болды? Бүгінгі сабақтағы сенің көңіл күйің қандай болды? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарың үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.